Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бар болғаны 2 ғана жұмыртқадан үлкен көлемде шығатын өте дәмді чак-чак дайындаймыз. Үйде оңай дайындалады, қонаққа да шайға да таптырмас десерт. Ендеше бастайық. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды жарып, үстіне шым-шым тұз салып, вилканың көмегімен осылай араластырып аламыз. Енді електен өткізілген ұнның үстіне жарты шай қасық разырақ етелімізді қосып, осылай жұмыртқаның үстіне қоса отырып, қолымызбен жақсылап қамыр елетін боламыз. Неге осындай қаттылау қамыр болып шығады, осылай мешокқа салып 10-15 минутқа тындырып қоямыз. 10-15 минут өткеннен кейін осылай кішкене ұн себе отырып, қамырымызды жаятын боламыз. Құрметті көрермен, егер сіз мен каналымда алғаш болсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып қойсаңыздар, және келесі видеоларды да жібермей қарап отыру үшін колокольчик белгісін басып қойсаңыздар, алдын ала рахмет. Неге қамырымызды бір текте етіп, шұқалау етіп жайып алдық. Енді осылай қамырымызды кесіп шығатын боламыз майдалап. Неге барлық қамырымызды осылай майдалап кесіп шығатын боламыз. Енді қызып тұрған майға чак-чактарымызды салып, екі беті қызарғанша пісіріп аламыз. Мінеки чак-чактарымыз қып-қызыл болып, әдемі болып пісіп шықты. Енді барлығын осылай алып аламыз. Енді келесінде дәл осылай барлығын пісіре беретін боламыз. Мінеки осылай үлкен көлемде чак-чагымыз дайын болды. Оны әдемі етіп осылай үлкендеу тәрелкеге немесе өздеріңіздің қалауыңызша кішкентай тәрелкеге салсаңыздар да болады. Үстіне осылай сгущенкаларды әдемілеп құйып шығатын боламыз. Осылай мен сияқты үстінен құйсаңыздар болады, немесе барлығын жаңағы пісіп шыққан күйінде бірге араластырсаңыздар да болады өз қалауларыңызбен. Неге біздің дәмді әрі үнемді чак-чагымыз дайын болды. Егер рецепт ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше ас болсын.